Бәріне сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бірге Нұрмат қымбат, және де бүгін біз үндестік заңы ықпал түрлерін білетін боламыз. Бірінші, үндестік заңы дегеніміз не? Бірінші соған тоқталуымыз қажет. Яғни, үндестік заңы дегеніміз бұл не сөз құрамындағы дауыссыз дыбыстардың бір әуезбен айтылуы. Сонымен қатар, үндестік заңы деп көршілес келген дыбыстар мен буындардың бір-біріне әсер етіп, бейімделуін айтамыз. Қазақ тілінде мұндай үндесу негізінен буын мен дыбыстарға қатысты болғандықтан, үндесудің буын үндестігі, дыбыс үндестігі және де ер үндестігі деп аталатын үш түрі қалыптасқан. Ең біріншісіне тоқталатын болса, ол дыбыс үндестігі ассимиляция, ықпал деп аталады. Сөз бен қосымшаның жігінде немесе сөз бен сөздің аралығындағы дауыссыз дыбыстардың бірін-бірі өзіне ұқсата әсер етуі. Дыбыс үндестігі дегеніміз ол үшке бөлінеді: ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал. Бірінші, ілгерінді ықпалға тоқталатын болсақ, көрші дыбыстардың алғашқысы соңғысын өзіне ұқсата әсер етуі. Ілгерінді ықпал сөйлем ішінде екі жағдайда кездеседі. Мысалы, ақ бантик. Ол жазылу кезінде бантик болып жазылатын болса, бірақ айтылған кезде ақ бантик. Өзіміз қайта-қайта айтатын болсақ, қараңыздар, ақ бантик, ақ бантик, ақ бантик. Оны өзіміз байқамауымыз мүмкін, бірақ біз ақ бантик деп айтып жатырмыз. Ашса, ашса, ашша, ашша. Вот көрдіңіздер ме? Ашса деп жазылады, бірақ айтылған кезде ашша болып айтылады. Яғни бұл неге ілгерінді ықпал деп айтылады? Себебі ілгерінді ықпал дегеніміз ол бірінші сөйлемнің өзінің алдында тұрған екінші сөйлемге әсер ету жағдайында сөзді өзгертуі. Яғни ақ бантик дегенімізде, ақ дегеніміз ол бірінші сөз болатын болса, бантик дегеніміз ол екінші сөз болатын болса, қ әрпі, б әрпін п-ға әсер ете өзгертіп тұр, сондықтан ақ бантик деп айтылады. Ілгерінді ықпал екі жағдайда кездеседі: сөз ішінде және де екі сөз арасында. Сөз ішінде дегеніміз бір сөздің ішінде болады, ал сөз арасында дегеніміз ол тіркескен сөздерде, сөз тіркесінен және де қос сөздерде. Ең бірінші сөз ішіндегісін айтатын болсақ, сөз бен қосымша арасында айтылады. Бұл жерде ашса айтылған кезде ашша болып өзгеріп кетеді. Яғни бұл сөз ішінде. Ал біріккен сөздерде сәтбек, сәтбек негізі б әрпін п әрпін өзгеріп тұр, сонда сәтбек, сәтбек. Біз тез айтқан кезде ол жерде сөздер өзгереді. Сәтбек. Екі сөз арасында тіркескен сөзде алып бер. Яғни бұл екі сөздің тіркесу арқылы жасалып тұр. Алып бер. Б әрпін п әрпін өзгеріп тұр, алып бер деп өзгеріп тұр. Ал сөз тіркесінде ақ балық, қ әрпі п, то есть б әрпіне ықпал жасап, оны п әрпіне өзгеріп тұр. Ақ балық. Қос сөзде құрбы, құрдас. Яғни құрбы, құрдас, құрдас болып өзгеріп кетеді. Яғни бұл жердегі б әрпі ғ әрпіне өзгереді, ал ы әрпі ол бәсеңдеп кетеді. Келесі тақырып, келесі бізде ол кейінді ықпал. Кейінді ықпал дегеніміз ол қатар тұрған екі дыбыстың соңғысының өзінің алдыңғы дыбысқа ықпал етуі, өзіне ұқсатуы. Мысалы, жан батыр дегеніміз, бұл жерде біз түбірге бөлетін болсақ, жан, сосын батыр болады. Яғни батыр сөзі алдыңғы, яғни стрелка артқа қарай бұрылады, сонда жан дегенде м-ға айналдырып жатады. Мысалы, б әрпі н әрпіне әсер етіп, жан батыр деп м әрпіне өзгертеді, сонда жан батыр болады. Қараңыздар, тез айтыңыздар, жан батыр, жан батыр, жан батыр. Екінші сөз бізде ол сән қой. Сән қой. Ол түбірге бөлген кезде сән, сосын қой болып бөлінеді. Бірақ қой дегенде қ әрпі н әрпіне әсер етіп, оны ң әрпіне өзгертеді, яғни сән қой. Кейінді ықпал сөйлем ішінде екі жағдайда кездеседі, яғни сөз ішінде екі сөз арасында. Сөз бен қосымша арасында асшы, ашшы, ашшы. Яғни ас, сосын ш. Ш әрпі, с әрпін ш әрпіне ықпал жасап өзгертіп тұр. Біріккен сөздерде жан болат. Жан болат дегеніміз жан болат болып өзгеріп кетеді. Екі сөз арасында тіркес сөзде 15, яғни екі сөздің тіркесуі болып саналады. 15 деген сөз б әрпі н әрпін м әрпіне өзгертіп тұр. 15. Сөз тіркесінде ақлақ, 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 ақлақ. Яғни л әрпі қ әрпін ғ әрпіне өзгертіп тұр. Бізде келесі ол тоғыспалы ықпал.
Яғни тоғыспалы ықпал дегеніміз қата тұрған екі дыбыстың бір-біріне бірдей ықпал етуі. Яғни тоғыспалы ықпал дегеніміз көрші дауыссыздардың әрі кейінді, әрі ілгерінді ықпалға бірдей ұшырасуы. Яғни екі сөзіне бір-біріне әсер ету жағдайынан екі әріпте өзгеріп кетеді деген сөз. Алдыңғы сөз үнді н дыбысына бітіп, кейінгі сөз қ немесе қатаңдарынан басталса, онда н қ және де н к түріндегі дыбыс тіркесі ң, ң дыбыстарына алмасады. Мысалы, алтын кірпік дегеніміз алтын кірпік, яғни қараңыз жазатын болсақ алтын кірпік. Алтын кірпік н к дауыссыз дыбыстары бір-біріне ықпал етіп ң әріптеріне өзгертіледі. Аман келді н к әріптері ң әріптеріне өзгеріп тұр. Аман келді. Алдыңғы сөз с дыбысына бітіп, кейінгі сөз ж дыбысынан басталса, онда бұлардың екеуі де ш дыбысымен алмасады. Мысалы, дос жан. Қараңыздар, тезетін соқ, досжан. Осы жер. Яғни бұл жерде әрпі жоқ болып кетпейді, әрпі бәсеңдеп қалады. Келесі бізде ол буын үндестігі, сингармонизм. Буын үндестігі дегеніміз түбір сөздің соңғы буынның жуан не жіңішке болуына қарай қосымшаның жуан не жіңішке түрде жалғануы. Яғни қазақ тілінде дауысты дыбыстар жуан жіңішке бөлінеді. Яғни жуан дауысты дыбыстар олар а, о, қалғандары жіңішке дыбыстан ұштады. Яғни сөйлемнің түбірі, мысалы жуан, либо жіңішке болатын болса, оған жалғанатын жалғау немесе жұрнақ, олар да жуан жіңішке болуы тиіс. Ал егер де ондай жалғанбайтын, кейбір сөздер бағынбайтын болса, оларды біз бей үндес сөздер деп айтамыз. Мысал айтсақ, балалар. Бала дегеніміз мысалы жуан дауысты дыбыстан болып тұрса, яғни оған лар деген бізде жуан дауыстыдан жасалған жалғау жылғаймыз. Үйректі. Біз мысалы үйрекқа деп жалғаймаймыз ғой, үйректі, құдіретті, кітапқа. Тағы да басқа сөздерді құрауға болады. Буын құрауға негіз болатын дауысты дыбыстар болғандықтан буын үндестігі дауысты дыбыстар арқылы орындалады. Келесі бізде еріндестігі. Еріндестігі дегеніміз бастапқы буындағы ерін дауыстыларының ыңғайына қарай соңғы буындардың еріндік болып үйлесіп келуі жатады. Яғни еріндіктер олар о, ө, о, ү дыбыстарынан кейін келетін езулік е, дыбыстары айтуда еркіндік дыбыстарға ұқсайды. Яғни еріндестігі заңдылықтары. Біріншісін айтатын болсақ, алғашқы буындағы о немесе о дыбыстары келесі буындағы дыбысын оға айналдырады. Мысалы, орын. Яғни дыбысы о дыбысынан кейін сөйлемде дыбысы келетін болса, о әрпін бізде оға айналдырады. Орын жазылғанда орын болып жазылады, бірақ айтылған кезде орын. Құлын болып жазылады. Бұл жерде дыбысын оға айналдырып тұр. Яғни ықпал жасап әсер етіп тұр дегеніміз. Құлын. Біз құлын деп айтпаймыз ғой, біз құлын, мінекей дыбысын. Алғашқы ашық дауысты дыбысы мұндай үндесуге бағынбайды. Мысалы, орақ, құлан, яғни о әріптерінен кейін келетін болса, ол өзгеретін еді ғой. Бірақ о әріптерінен кейін келетін болса, ол бағынбайды, яғни өзгермейді деген сөз. Келесі бізде алғашқы буындағы ө немесе дыбыстары келесі буындағы және де дыбыстарын, келесі екіншісі алғашқы буындағы ө немесе дыбыстары келесі буындағы дыбысын өге айналдырады. Яғни сөйлемнің басында ө және де дыбыстарынан кейін дыбысы келетін болса, оны өге айналдырады. Мысалы, көрік болып айтылады, бірақ біз жазылады, бірақ біз айтқан кезде көрік өге айналып кетті. Күдік деп айтпаймыз, біз күдік. Бізде үшіншісі, ол алғашқы буындағы ө немесе у дыбысы келесі буындағы е дыбысын өге айналдырады. Мысалы, өлең, ө дыбысынан кейін е әрпі келіп тұрса, яғни біз оны өге айналдырып жібердік деп айттық. Өлең, біз өлең демейміз, өлең.
өге айналып кетеді. Күрек, күрек. Яғни бұл жерде ö әрпі, е әрпін өге айналдырып тұр, әсер етіп тұр, яғни күрек. Яғни бүгін біздің сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Барлық тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.